Өлген денелерді жалғыз өзі өңдеуге тағайындалған әйел оларды бір нәрсе басқарып тұрғанын түсінеді. Фильм Mortuary ішіндегі шиеленісті атмосферадан басталады. Онда Ребекка атты әйел мекемедегі ассистент ретінде алғашқы жұмыс күнін бастайды. Ол қобалжумен қызығушылық аралас сезімде. Оған бірден ерекше тапсырма беріледі. Мәйіттің жақ сүйегін орнына қою процедурасын орындау, ауыз өздігінен ашылмауы үшін. Бұл оның алғашқы рет болғанына қарамастан, Ребекка мұқияттылықпен және тұрақты қолдармен тапсырманы орындап шығады. Бұл оның басшысы, доктор Реймондтың назарын аударады. Оның мұқияттылығына таң қалған Реймонд оған келесі қадамға мәйітті тоңазытқышқа қою алдында бальзамдау процесіне сенеді. Бүкіл процедураны дұрыс аяқтағаннан кейін, Реймонд Ребеккадан мәйітті сақтау бөлмесіне, әсіресе арнайы салқындату блогына ауыстыруды сұрайды. Содан кейін оның кабинетінде кездесуді айтады. Алайда сол жаққа барар алдында Ребекка дерлік босап қалған консервант резервуарын толтыруды шешеді. Қарапайым ниет сияқты көрінген бұл әрекет тез арада мазасыздандыратын жағдайға айналады. Ол Реймондты подвалда тауып алады. Ол басқаларға білдіргісі келмейтін бірдеңе істеп жатқан сияқты. Оның қатысуы оғаш сезіледі. Ол бірдеңені жасырып тұрғандай. Көп түсіндірмей Реймонд Ребеккадан тапсырманы келесі күнге қалдыруды сұрайды және оны өз кабинетіне алып келеді. Көп ұзамай оның жұмысына риза болған Реймонд оны тұрақты Mortuary ассистенті ретінде ресми түрде жұмысқа алады. Бірақ бір шарт бар. Ребекка түнгі ауысымда жұмыс істеуі керек, ал Реймонд күндізгі ауысымды өзі атқарады. Қобалжу сезімін бастан кешіргеніне қарамастан, Ребекка ақша табу үшін басқа таңдауы болмағандықтан ұсынысқа келіседі. Келісім жасалды және Ребеккаға келесі түні ауысымын бастауға нұсқау берілді. Қош келдіңіз, мисс. Өкінішке орай, оның жұмысына кірісуін ерекше атап өту болмады. Үйіне оралғанда оның әкесінің қайтыс болғаннан кейін жалғыз тұратыны белгілі болады. Оның өмірі тыныш және бос сезіледі. Келесі түн келеді және Ребекка Mortuary'дегі алғашқы жалғыз ауысымын бастайды. Реймонд қалдырған жазбаларды тексергеннен кейін, ол бір түнде 3 мәйітті өңдеуі керек екенін біліп таң қалады. Келе бастаған қорқынышты басу үшін, Ребекка музыка қосады, үнсіздік тым ауыр болмас үшін. Алайда өзі байқамай-ақ бәрінен бастап бірдеңе дұрыс емес сияқты сезіледі. Ол өңдеп жатқан мәйіттің айналасында оғаш құбылыстар басталады. Кремацияға кіріспес бұрын Ребекка тиісті процедураны орындап, мәйіттің жеке басын және өлім себебін жазады. Бәрі аяқталғаннан кейін ол кремация процесіне көшеді. Уақыт өтіп таңға жақын, сағат 3:30 шамасында Ребекка қысқаша ұйықтап қалғаннан кейін телефон қоңырауының дауысынан оянады. Қоңырау Реймондтан болып шығады. Ол жай ғана оның жағдайын сұрайды. Бәрі жақсы екенін расталғаннан кейін, Реймонд егер бірдеңе болса, бірден хабарлауды айтады. Бірақ қоңырау аяқталғаннан кейін, Реймонд өзінің кеудесіне белгілі бір символ сызып жатқан оғаш әрекет істеп жатқаны көрінеді. Ребекка екінші мәйітпен жұмысын жалғастырғанда, атмосфера одан әрі мазасызданады. Кенеттен жарық өшіп қалады. Телефонның заряды таусылып қалғандықтан, ол кез келген жарық көзін іздеуге мәжбүр болады. Шамның орнына ол қағазды жағып, қолдан жасалған жарық көзі ретінде пайдаланады. Сол күңгірт жарықта оғаштық күшейеді. Өлі болуы керек мәйіттер бір нәрсе басқарып тұрғандай қозғала бастайды. Қорқынышқа толы болғанына қарамастан, Ребекка одан да жаман ештеңе болмас бұрын кремацияны аяқтап үлгереді. Үшінші мәйітке көшкенде шиеленіс одан да күшейеді. Мәйіттің күйін тексеріп жатқанда, Ребекка кенеттен біреу келгендей дыбыс естиді. Ол дыбыстың көзін іздейді, бірақ ешкім жоқ. Ол бөлмеден шығып кеткеннен кейін, үшінші мәйіт алдыңғылар сияқты өздігінен қозғала бастайды. Оның қызығушылығы оны айналадағыны іздеуге итермелейді, және ол алыста қараңғы фигураны, көздері қызыл, жарық шашып тұрғанын көреді. Реймонд. Қашып кетудің орнына, Ребекка аяқталмаған жұмысын жалғастыруды таңдайды. Жағдай одан әрі мазасызданады. Ол өңдеп жатқан әйел мәйіті кенеттен із-түссіз жоғалып кетеді. Абдырап қалғанында телефон қайтадан шырылдайды. Үрейленген Ребекка тез жауап береді, бірақ бұл жолы қарсы жақтағы дауыс оны әкесінің өлімі үшін кінәлайды. Ол түсініп үлгермей телефон үздіксіз шырылдай береді. Қайта жауап бергенде ол әкесінің дауысын естиді. Сол сәтте өткеннен ауыр естеліктер ағылды. Ол есірткіге тәуелді болып, әкесінің өліміне әкелгенін еске түсіреді.
Мочуоридегі қорқынышты оқиғалардың сериясынан кейін Ребекка кенеттен үйінде жүргенін байқайды, қалай келгенін нақты есіне түсірмей. Көп ұзамай есіктен қатты қағу дыбысы естіледі. Үрейленген Ребекка есікті ашуға асығады, бірақ борыш жинаушы келейді көреді, ол төлемді талап етеді. Ребекка жұмысты жаңадан бастағанын және әлі жалақы алмағанын түсіндіруге тырысады, бірақ түсіндірмесі келейдің ашуын одан әрі арттырады. Ол Ребеккаға қысым көрсетіп, оған орын қалдырмайды. Ескертусіз, Ребекка өзін бақылауды жоғалтады. Денесі бір нәрсе басып алғандай сезіледі, және ол түсінгенше Келлиге қатты шабуыл жасай бастайды. Бұл соңында Келлидің өліміне әкеледі. Бірнеше минуттан кейін есін жиғанда Ребекка не істегенін түсініп, үрейге толады. Осы хаостың ортасында Реймонд қоңырау шалады. Ол бірдеңе жаман болғанын бұрыннан білетіндей. Байыпты дауыспен ол Ребеккаға мортуэриге бірден оралуын айтады, әйтпесе жағдай әлдеқайда қауіпті болады. Бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, Ребекка оның нұсқауын орындауға мәжбүр болып, жұмыс орнына асығады. Келгенде Реймонд Ребекканың денесін басып алуға тырысқан демонның нысанасына айналғанын түсіндіреді. Ол бұл тіршілік бірдеңе бұрын өңдеген ерекше мәйіттердің біреуіне шыққан болуы мүмкін деп күдіктенеді. Жағдай қорқынышты болғанына қарамастан Реймонд оған тыныш болуды айтады, өйткені демоннан құтылудың жолы бар. Содан кейін ол көрінбейтін тіршіліктермен күресу үшін қолданылатын бірнеше ритуал құралдарын көрсетіп, орындау қажет қадамдарды егжей-тегжейлі түсіндіреді. Алайда түсіндірудің ортасында Ребекка тағы да бақылауды жоғалтып, екінші рет иемденеді. Шаруашылық жағдайда Реймонд кеудесіндегі оғаш символды көрсетеді. Бұл Ребекканы, немесе оны басқарып тұрған тіршілікті шегінуге және оған жақындаудан тартынуға мәжбүр етеді. Осы сәтті пайдаланып Реймонд өзін құтқару үшін қашып кетеді. Көп ұзамай Ребекка есін жияды. Одан әрі қауіп төндіргісі келмеген Реймонд Ребекканы мортуэриге уақытша құлыптап, өзі барлығын тоқтатудың жолын іздеуге кетеді. Енді ғимарат ішінде жалғыз қалған Ребекка өзін басып алуға тырысқан демонмен бетпе-бет келуге мәжбүр. Үрейде ол шығудың жолын іздейді, бірақ одан да көп түсініксіз оқиғаларға тап болады. Әртүрлі көріністер пайда болады, соның ішінде қайтыс болған әкесіне ұқсас фигура. Мен саған бірдеңе әкелдім. Фигура жай ғана пайда болмайды, ол оған қатты шабуыл жасайды, аяғын қайта-қайта пышақтайды. Ауру шынайы сезіледі. Бірақ Ребекка көп ұзамай жарақаттарды өзі білмей өзіне салғанын түсінеді. Жарақаттанған денесімен Ребекка өзін тыныштандыруға және жарасын емдеуге бірдеңе іздеуге тырысады. Аяғын тігіп жатқанда ол демон әдейі оның ақыл ойымен ойнап жатқандай мазасыз көріністерді көреді. Көп ұзамай оның назарын әлі өңделмеген үшінші мәйіттен шыққан күдікті дыбыс аударады. Кенеттен әйел мәйіт көтеріліп, оған шабуыл жасайды. Демон мәйітті иемденгенін түсініп, Ребекка қауіпті тоқтату үшін оны бірден кремдеуге асығады. Жағдай аздап тынышталғаннан кейін Ребекка Реймондқа өзінің ашуын білдіреді, оны бұл қауіпті жағдайға тартып әкелгені үшін кінәлайды. Сонда Реймонд Ребекканың қарапайым адам емес екенін түсіндіреді. Оның ішінде басқалардан ерекшелендіретін бірдеңе бар, ол демондардың ықпалына басқа қарапайым адамдарға қарағанда төтеп бере алады. Сондықтан Реймонд оның бұл жердегі оғаш және қорқынышты оқиғаларға қарсы тұра алатынына сенеді. Ребекканың жағдайы барған сайын қауіпті болып бара жатқанын түсініп, Реймонд бірден әрекет етуге шешім қабылдайды. Ол Ребеккаға подвалға түсіп, демонды қуып шығару ритуалының нұсқаулары жазылған жазбаны тыңдауды айтады. Бұл жағдай толық бақылаудан шығып кетпес бұрын орындалуы керек. Подвалға түскен Ребекка кассетаны тауып, бірден қосады. Жазбада Реймонд ритуалдың әр қадамын мұқият түсіндіреді. Ребекка әртүрлі жерлерде жасырылған арнайы символдарды іздеп, оларды ритуал тақтасына белгілеуі керек, барлығын жинағанша. Содан кейін тақтаны ыдыс болатын мәйіттің денесіне қою керек. Сонымен қатар мәйітке подвалда сақталған арнайы қан құйылуы тиіс, содан кейін кремдеу керек, сонда демон басқа денеге ауыспайды. Уақытты босқа өткізбей, Ребекка әр қадамды орындауға кіріседі. Әртүрлі бөлмелерді аралап, жасырын символдарды біртіндеп табады. Олардың әрқайсысын ритуал тақтасына белгілейді, барлығы жиналғанша. Бірінші кезеңді аяқтағаннан кейін ол арнайы қан алу үшін подвалға оралады. Онда ол табытқа құлыпталған әйелді көріп шокқа түседі.
Уақыт таусылып жатқандықтан Ребекка әйелге көмектесуді кейінге қалдырып, ритуалды аяқтауға басымдық береді. Қанды алғаннан кейін ол Димонның соңғы ыдысы болатын ең қолайлы мәйітті іздейді. Сақтау бөлмесіне барып, тоңазытқыш жәшіктерді бірінен соң бірін ашады, дұрыс сезілетін денені табады. Мәйітті кремацияға дайындап, консервант сұйықтығын арнайы қанмен араластырып құяды. Бір сәтте бәрі жоспар бойынша жүріп жатқандай көрінеді. Үміт арта түскен Ребекка Димонды толық жою үшін мәйітті өртеу ғана қалды деп ойлайды. Соңғы қадамды орындап, мәйітті өртегеннен кейін Ребекка Димон жойылды деп қысқаша сенеді. Азғантай жеңілдік сезініп, ол бұрынғы әйелді көмекке бару үшін подвалға оралады. Бірақ үміті тез бұзылады, Димон әлі де бар, айналада жүріп жатыр. Жағдай хаосқа айналады. Ремонт кенеттен пайда болып, еш түсіндірмесіз Ребекканы подвалдың баспалдағынан итеріп жібереді. Ол есінен танып қалады. Есінен танып жатқанда Ребекка тағы да өткеннен ауыр естеліктерді көреді. Алдымен ол жас өспірім кезінде есірткіге тәуелді болып, көл жағасында есінен танып қалғанын еске түсіреді. Сол кезде әкесімен көмекке келген, бірақ трагедия болады. Кенеттен демоникалық фигура пайда болып, бенді шошытып, ол құлап, басын тасқа соғып, өлімге әкелетін қан кету алады. Сол сәттен бастап Ребекка өзі білмей демонның белгісін алған болып шығады. Есін жиғаннан кейін Ребекка подвалда әлі тұтқындағы әйелді құтқаруға тырысады. Бірақ оны босатуға тырысқанда қорқынышты шындық ашылады. Әйел адам емес, толығымен демон иемденген дене. Бақытымызға қарай Ремонт дер кезінде келіп кеудесіндегі символды көрсетіп, жағдайды бақылауға алады. Символ демонды қорқытып, оны табытқа қайта қамайды. Әлі де қалтырап тұрған Ребекка Ремонттың барлығын түсіндіруін тыңдайды. Ол әйелдің көптен өлгенін, оның денесі енді демонның ыдысы екенін айтады. Басқа амал болмағандықтан ол оны ұстап, қанын басқа демондарды адам әлеміне кіргізбеу үшін қолданып келген. Содан кейін Ремонт Ребекканың қарапайым адам емес екенін ашады. Оның қанында ұзақ уақыт бойы өте сирек кездесетін бірдеңе бар, ол демоникалық тіршіліктермен тікелей әрекеттесе алады. Қарапайым адамдар толық бақылауды жоғалтатын болса, Ребекканың денесі ықпалға белгілі бір дәрежеде төтеп бере алады. Бұл жағдай оны қауіпті, сонымен қатар маңызды етеді. Бір жағынан ол мінсіз ие іздеген демон үшін идеалды нысана, екінші жағынан оның қаны экзорцизм ритуалдарында қолданылады. Бұдан да көп нәрсе Ребекканың өткеніне байланысты. Ол ең әлсіз кезінде, тәуелділіктен, өзі білмей демонға жақындауға мүмкіндік берген. Сол сәтте демон оны белгілеп, содан бері қалдырмаған. Демон оны кездейсоқ таңдамаған, оның денесін толық басып алу үшін дұрыс уақытты күткен. Оның ықпалға төтеп беру қабілеті оны қарапайым адамнан да мінсіз ыдыс етеді. Сондықтан ол, жас өспірім кезінен бастап аңдалып келеді, бұл кездейсоқ емес. Барлығын естігеннен кейін Ребекка бұрынғыдан да тұтқындаулы сезінеді. Ол өмірін оғаш мәйіттермен және үздіксіз демоникалық мазасыздықпен өткізгісі келмейді, жұмыстан кеткісі келеді. Бірақ Ремонт оған морчуорийдің оны салыстырмалы түрде қауіпсіз ұстайтын жалғыз жер екенін ескертеді, себебі сыртта демондар оны тоқтаусыз аңдиды. Бұл ескерту таңертең расталады. Ребекка кетуге тырысқанда, ғимараттан шыға салысымен жол бойында күтіп тұрған демоникалық фигураға тап болады. Соңында Ребекка басқа амалы жоқ екенін түсініп, морчуорийге оралады, және енді өмір сүруге мәжбүр болатын шындықты қабылдайды.